Қайырлы күн оқушылар. Бүгін біз 5-ші сынып математика ПЖБ 4-90 бұрыштар көп бұрыштар бөлімі бойынша екінші нұсқасын талдайтын боламыз. Номер 1 тапсырмада суретте барлық тік бұрышты табыңдар дейді. Оларды жазыңдар дейді. Барлық тік бұрыштар. Бұны біз және негізінде бірінші нұсқада талдап кеткенбіз. Бірінші нұсқамен бірдей, қарайық. Тік бұрыш дегеніміз ол бізде 90 градус жасайды. Тік болып түседі. Ол бізде бірінші сызбаға қарасақ, алғысы үш бұрышы бізде тік бұрыш жасайды деген сөз. Ары қарай мына жерде ПКФ, бұл жерде сәл-пәл түсініксіз, ол үшін біз транспортермен өлшейміз. Транспортерді аламыз, қоямыз. Бізде қанша градус? 90 градусты көрсетіп тұр екен. Ендеше бұл бізде 90 градус тік бұрыш болады деген сөз. ПКФ бізде тік бұрыш. Енді мына жерде QPM бұрышына қарасақ, бірден түсінеміз, ол бізде 90 градустан кішкентай сүйір бұрыш деген сөз. Бұл бізде жатпайды тік бұрышқа. Келесі TEO, бұл да бірден түсінікті, ол да бізде 90 градустан кішкентай сүйір бұрыш. LTS-ке қараймыз, ол бізде көзбен бірден көрініп тұр, 90 градус екендігі. Транспортермен өлшесек те болады, мінекей 90 градус. Сонда жазып қоямыз, LTS бізде 90 градус. Әрі қарай MKP, бұл бізде 90 градустан артық қандай бұрыш? Тоғал бұрыш болады. Сонымен бізде 3 бұрыш 90 градус. AVS бұрышы, PKF бұрышы, LTS бұрыштары 90 градусты құрайды екен. Келесі номер 2 тапсырма. Келесі шарттар орындалатындай AVS және MNK бұрыштарды салыңдар деді. AVS 120 градусқа салыңдар дейді. Қарындашты алайық. Түзу сызықты салып қоямыз. Транспортерді аламыз, есептейміз. Транспортерді дұрыстап қоюға жетпіз. Так, мына жерге қойдым. Әрі қарай 120 градус керек. Менде нөлдік нүкте ішкі сандадан басталыпты. 120-сы қайда? Мінекей 120-ны белгілеп аламын. Енді сызамын. Так, сонымен бізде мынау қанша градус болды? 120 градус болды. Мінекей салып қойдық. Әріптерін жазамыз. AVS бұрышы. Келесі MNK бұрышы 60 градус болу керек дейді. Тағы да түзу сызық салып қоямын. Енді мына жағынан өлшейік. Керісінше нөлдік сан қайдан басталып тұр? Сыртынан басталып тұр. Қанша? 60 градус. Так, 60 градус міне тұр. Белгілеп қоямын нүктесін. И саламыз. Осында жеткілікті. Так, мына бұрыш қанша болды? 60 градус. Әріптері MNK. Мінекей осылай саламыз, балалар. Әрі қарай номер 3 тапсырма берілген бұрышты өлшеңдер дейді. Мінекей бізде бұрыш беріліп тұр екен, өлшейміз. Қанша градус? Так, 0 мына жақта сыртына қараймыз, 60 градусты көрсетіп тұр екен. Мынау бізде 60 градус екен. Сонда бұрыш TPF тең болады 60 градус. Б тапсырмасы. Осы бұрышты жазыңқы бұрышқа дейін толтырыңдар дейді. Жазыңқы бұрыш дегеніміз қанша градус? 180 градус болады, 180 градус дегеніміз түзу сызық деген сөз. Мінекей толтырдық жазыңқы бұрышқа. Мынау бізде 180 градус болды. Енді толықтауыш бұрыштың өлшемін тап дейді. Толықтауыш бұрыш дегеніміз, міне, мынау 60 градус болса, біз 180-ге толтырдық қой, міне, тағы бір бұрыш пайда болды ғой. Осы бұрышты табыңдар дейді. Қанша дейді. Оны табу үшін транспортердің көмегі тиеді, немесе есептеп алуымызға болады. Ортаңғы нүктеге қоямыз қиылысу жеріне. Сызғышты түзуіне қояйық. Так, енді мынау бізде 60 градус болса, сыртқысына қараймыз. Енді мына жақта нөлдік нүкте ішкі саннан қаралады, барамыз. Санға кепті 120. Ендеше мынау бізде 120 градус болады деген сөз. Транспортермен өлшеуге болады, немесе былай есептеуге болады. Бізде мына жерге Е деген әріп қояйын, FPE бұрышын табу керек қой. Оны табу үшін не істейміз біз? 180 градустан қай бұрышты? Дайын тұрған мына бұрышты азайта саламыз. Азайтамыз бұрыш TPF-ті. Мына жерде бұрыштың белгісін қоямыз. Тең болады 180 градустан азайтамын. TPF қанша болды? TPF-ті таптық 60 градус. Сонда 180-нен 60-ты азайтса қанша болады? 120 градус. Мінекей осылай табамыз. Сонымен жауабын жазамын. Жауабы бізде ең бірінші тапсырмада мынаны тап деген бұрыш TPF-ті, ол бізде 60 градусқа тең болды. Келесі F бұрыш FPE қанша градус? 120 градусқа тең болды. Жақсы балалар, түсініксіз жері, түсінбеген жерлерің, сұрақтарың болса астына комментарийға жазсаңдар болады. Назарларыңа рахмет. Келесі БЖБ-ТЖБ-да кездескенше.